Армысыздар. Астана телеарнасында Рух КЗ және оның жүргізушісі мен Нұртөре Жүсіп. Елбасы Ұлы даланың жеті қыры мақаласында қазақтар мен Еуразияның басқа да халықтарының тарихында Алтайдың алар орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан жерінің тәжі ғана емес, күллі түркі әлемінің бесігі саналады деп атап өтті. Бағдарламаның бүгінгі саны түркі әлемінің бесігі Алтай тақырыбына арналады. Алдымен сюжетті көріп алайық. Адамзат ең алғаш металмен Алтайдың етегінде танысқан. Ең бірінші адамдар сонау Африка жерінде пайда болды дегенге көндік. Тек ең бірінші атқа отыру мәдениеті мен темірді игеруді адамзат бірінші болып Алтай жерінде үйренді. Алтай атауының өзі алтын деген сөзден шыққан деседі. Алтын тау деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді мынау көне заманның дағы халықтардың дамуының темпін, бағытын анықтаған дүние ол көне металлургия еді. Металлургия. Осы көне металлургияның Еуразиядағы орталығы тағы Қазақстан жері. Мынау біздің орталық Қазақстан Жезқазғанның маңайы. Мынау біздің Алтай. Мынау жаңағы Қалба, Нарым. Алтай ежелгі түркі халықтарының кіндік жұрты. Осы таудың етегінде күш алып, әлемдік империя құруға осы Алтайдан аттанып отырған. Бұл өлкеде ғалымдар қазір күндіз-түні зерттеу жұмыстарымен айналысуда. Если говорить о том, что Алтай, то мы исследовали... Алтай жер бетіндегі көптеген халықтар шыққан алтын бесік. Адамзат тарихындағы ұлы көштер осы Алтай арқылы жүрген. Мысалға ғұндардың ұлы көшін алайық. Біз Венгрия жерінен Аттиланың жауынгері болған ғұнның сүйегін алдырттық. Сөйтіп ғұнның ДНК-сын жергілікті қазақ ұлтының ДНК-сымен салыстырғанда ұқсастықты анықтадық. Сүйектің бет-әлпетін қалпына келтіргенде түрлерінде де алшақтық болмады. Бұл ғұндар қазақ жерінен Еуропаға барды деген сөз. Римге дейін жеткен ғұндар Византия Қытайға әмірін жүргізген көк түріктер алтын бесігіміз деп осы Алтайды айтатын болған. Тек Алтайдан шыққан адамдар ғана жер бетінде үлкен мемлекеттер тұрғызған. Солардың алғашқысы Ари тайпалары. Бүгін арилер кезінде біздің 1000 жылда Иран жеріне бар Зороастризм пайда болды. Үнді жеріне бар буддизм діні болды. Адамзат өркениет осы арилерден басталды дейді. Бүгін өркениетке осы арилерге бәрі құмар. Ғалымдар айтып отыр, Алтай жер бетіне тарауға бет алған адам ұлына біраз уақыт пана болған. Талай технологияны меңгерткен өлке деп. Қала тұрғызу, ала бөтен өркениет жасауды үйреткен енді бір көш сонау Америкаға бет алды. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Философия ғылымдарының докторы, академик, белгілі абайтанушы Ғарифолла Есім мырза және ұлт тарихының, ұлт руханиятының жанашыры Сапар Ысқақ мырза. Қош келдіңіздер. Алтай деген ұғымның Алтайдағы түркі мемлекеттерінің ордасы жалпы бүкіл дүниежүзінің өркениетіне қалай ықпал еткендігі белгілі. Осы орайда сол бабалардан қалған дәстүрдің бүгінгі бейнесі қандай? Баяғы бабалардың жүрген ізінің сарқыншағы, сарқыты қандай? Өзі 4 мемлекетке бөлініп кетті ғой енді Алтай. Сол 4 мемлекетке бөлініп кеткен кезде бізге тиесілі жағынан біз сол Алтай деп жатқан әңгімеміз шамалы. Мен Өскеменге барғанда бір конференцияда айттым. Бұл қалай Алтай дейміз? Алтай деген ештеме жоқ. Өскеменде бір Алтай деген бір сөз жоқ. Бір гостиница жоқ, бір супермаркет жоқ, көше жоқ, проспект жоқ, қала жоқ, ештеме жоқ. Сонда Алтайға біздің қатысымыз жоқ сияқты. Ал енді Ресейдің каналын тыңдап жататын болсақ, Алтай деп тұрып, бәрін айтып жатады. Алтайский деген ондарда край бар, Алтайский республика бар, Алтай деген қала бар, бәрі бар. Сонда халықтың түсінігінде Алтай деген ол біздің қазақтың жері емес сияқты болып қалады. Сондықтан біз бір жиналыста мынау қолдап, Ахметов, Даниял Ахметов. Мен айттым, мынау Өскемен қаласын Алтай деп атайық. Деп едім, сол енді Өскемен емес, ақыры Зырянды атадық. Зырянды Алтайский қала деп. Соған енді Алтай біздікі болу үшін Алтай деген ат болу керек.
Ал енді біздің өзіміздің тарихымызда, ән күйімізде Алтай деген сөз тұнып тұр. Алтын Алтай. Алтын Алтай. Алқалы Алтай. Баяғыда біздің бір апамыз осы Алтайды айтып, ыңғай Алтай несін айтып. Соны енді Семейде баяғыда бір Алтай деген ресторан болды. Семейде де жоқ. Неде жоқ. Соны Алтай деген, біз тек қана Шығыс Қазақстан жағын ғана айтпаймыз. Төр Алтай, анау Қатонқарағай мен Большайларым бұлар Төр Алтай ғой. Біз Алтай дегеніміз анау Каспийге дейін кетеді, бұлай шығыс тауларына алып кетеді. Бұл үлкен алқап. Алтайдың адамзат тарихындағы алатын орны айтып таусалмайсыз. Бәріміз Алтайдан шықтық. Алтайдан шығып жан-жаққа тарадық. Алтай деген алтын. Өзі алтын деген сөзді айтып жатыр ғой Алтайда. Бұл өзі алтынның туры енді нағыз кені ғой. Сапар аға, сіз не айтасыз осы мәселе жөніндегі жаңағы? Мынау Америкадағы индейцтер, олар 15-20 мың бұрын жыл осы Алтайдан кетті. Мынау жапондар, корейлер, олар примерно 5 мың, 6 мың жыл бұрын кетті. Қазақтар да о жақтан енді шықты деп айтамыз. Біздің жеріміз Алтай мен Дунайдың екі ортасында жатқан Дешті Қыпшақ, одан кейін Қазақстанның оңтүстігі, қазақтың көп тайпаларының шыққан жері Алтай. Бізде енді Алтай қазір шекара бойынша енді 3-4 елге бөлінеді, бірақ мынау іздеген адамға ол бірақ Алтай. Оны мысалы қазіргі уақытта бөлуге де болмайды. Алтай жердің аты соларда жатыр мысалы. Ал енді Алтайда қаншама заттар табылып жатыр мынау археологтардың іздеуімен. Мен әдейі осы студияға алып келдім. Мысалы Алтайдың мына Моңғолия жағындағы жерінен табылған 6 ғасырдың домбырасы. Мен көшірмесін алдым. Мұның оригиналы қазір Улан-Батырда жатыр, олардың музейінде. Бұны біз тартып талай концерттерде көрсеттік. Дауысы енді кішкене қазіргі домбыра қарағанда өзгешелеу, бірақ бұл нағыз қазақтың қара домбырасы. Ең көне домбыра. Домбыраның атасы ғой. Ата домбырасы 6 ғасырда табылған. Алтайдың бер жағы Қазақстан жағындағы қазіргі содан табылған мынау міне қазақтың қара қобызы деп айтуға ол бірінші. Мұны тапқан Зейнолла Самашев. Бұл да бұның несін көшірмесін жасаттық. Анау неге фотоларға, видеоға қарап отырып. Алтайдың ар жағы мен бер жағындағы тұрған халықтардың бәрінде де өте жоғарғы мәдениет болған. Мысалы, ол кезінде скрипка деген жоқ Европада атымен. Бізде міне бірінші домбыра 6 ғасырдан. Бұл 1400-1500 жыл бұрын болған мәдениет біздің. Енді тағы да бір айта кетейін, мұда Алтайда жаңа Қалекең айтты, толып атқан қазба жұмыстары табылған біздің бабаларымыздың денелер. Солармен бірге мынау жаңа қобызды көрсеттім. Сол кезінде жауынгердің жатқан жері, бір жағында семсері, бір жағында қобызы. Сол уақытта біздің бабаларымыз екеуінде қадірлеп ұстаған. Біреуі қару жарақ, онымен қатар музыкалық аспап. Екеуінде қатар ұстаған. Ал енді жаңа қазба жұмыстарында біз енді көп нәрселерді алтындар, солар енді шірмейтін табылды. Екінші бір таңғалатын нәрсе, мынау ағаш. Міне. Мынау ағашқа где-то құрғанда бір 2000 жыл, 1500 жыл болған. Бұл біздің бабаларымыздың мысалы табытқа салып жерленген сол табысының бір несі бөлігі. Қорған салған, қала салған, отырушылықтың да үлгісін, мәдениетін көрсеткен. Жалпы мінекей табылған мұралардан да айқын байқап тұрмыз. Пәлен мыңдаған жылға біздің тамыр тартатын үлкен тарихымыз жатқаны белгілі. Енді Алтай дегенде бір алтын көмбе көміліп қалғандай болып тұр ғой. Осы әлем өркениетіне түркі әлемінің қосқан үлесі бүгінгі күні қалай бағаланып отыр? Ұлтшылда болғанымыз жақсы. Бүкіл жер жүзінің халық үшін мен жауап бере алмаймын. Мынау Алтай түркі әлемінің бесігі деген осы формуланы біз берік ұстауымыз керек.
Алтай түрік әлемінің бесігі дейтін болсаңыз, сонда түрік әлемінің әлемдік өркениетке қосқан үлесі өзінен өзі шығады. Енді сіз мынаны қараңыз. Мынау Елеке Саздан шыққан анау сақ жауынгерінің үстіндегі алтын бұйымдар. Алтын бұйымдар. Бұйым. Сол бұйымды жасау. Технологиялық тұрғыда қандай? Жасау. Мен 11 жыл көркем сурет факультетінде декан болған адаммын. Ана бұйымдарды мен білем. Мына кішкентай бұйымды жасау өте қиын. Оған арнайы құралдар керек. Содан олардың енді бір-біріне анау біріктіру керек қой. Сварка дейсіз. Дәнекерлеу. Дәнекерлеу деген. Дәнекерлеу. Ол дәнекерлеу қазір біз оны жасай алмай жатырмыз. Сонда қандай дәнекерлеу аны бір-біріне жасағанда, өте сақ, өте бұйымдарды ерінбей жалпы жасаған, яғни технология соған жеткен. Біздің мына мектептегі тарихтар, біздің оқып жүрген тарихтардың бәрі тарих жағына келгенде қате. Біз былай айтамыз. Өткен кезде жабайы болғанбыз, өткен кезде былай болғанбыз, өткен кезде болмаған, одан кейін былай болғанбыз, тіпті кейін кезде Совет үкіметіне шейін біздің адам болғанбыз деген сондай бір тұрпайы әлі сол қалыпта келе жатырмыз. Мен сізге айтайын, біздің өркениеттің көкесі, технологияның көкесі, бұйым жасаудың көкесі, алтыннан бұйым жасаудың көкесі, адамды қадірлеудің көкесі бізден көп жылдар бұрын болған. Арғы заман деймін мен. Ана біздің эрамызда деген сөз бар ғой, оның керегі жоқ ол. Біреулердің бергені ғой, арғы заман. Арғы замандарда болған нағыз мәселе. Атам заман деп айтатын қазақ. Арғы заманда сол кезде, сол кездің деңгейіне біз әлі жете алмай жатырмыз. Алтай түрік әлемінің бесігі. Міне осы тұрғыда біз жұмыс істеуіміз керек. Осы тұрғыда жұмыстарымыз біздің әлі аз болып жатыр, өте аз болып жатыр. Сондықтан осы мәселелерді айтуымыз керек. Мысалы, Мағжан Жұмабаев Қорқыт туралы поэма жазды. Так сонда айтты ғой, Алтайдан Қорқыттың шыққан жер Алтай. Сонда Қорқыт енді табылмай, анда барса Қорқыттың көрі, мында барса Қорқыттың көрі, ажал бар жерде дегесін, мәңгілік өмір қайда дегенде жүріп алады ғой. Сонда жүріп, мына Сәкен айтқандай ағаштарды соғып, ананы тыңдап, қобыз жасайды. Қарағайдың түбінен үйіріп алған қобызым деп келетін жерлер осы. Мағжан, сол қобыз тартады да, сонда Қорқыт өмірді өнерге айналдырады. Біздің ата-бабаларымыз былай, мына шындықтан өмірді шындығынан, содан көтеріліп, өздерін көтеріп, елді көтеріп, түсінікті көтеріп, сөйтіп өмір сүріп, сөйтіп қалдырған. Айтса сіз қараңызшы, сол анау Елеке Саздан шыққан жас сақтың адамына несіне соның бәрін іліп жатыр? Не үшін бәрін іліп, сондай бәрін беріп жатыр? Не үшін? Ол тек қана дін емес. Ол бір нәрсе. Тек қана оған бас ию емес. Біздің болған адамдар осылай, олар білет ертең бәрін қарайтын. Осылай деп, сол арқылы анау Елеке Саздағы анау біздің сақтың несі бізге жіберген хат ол. Ұрпаққа бір аманат қалдырғандай ғой. Сен оқы, ертең түсінесің. Сонда мен кейде ойлаймын осы. Біз қазір өмір сүріп жатырмыз. Біз не ұрпаққа қандай хат беріп жатырмыз? Бізде не қылады осы? Бізді Алтайға жақындатпай, 70 жыл бойы одан бұрында ұстады. Соның тарихымызды ыңғай бір қарабайырға айналдырып берді. Анау былай болған, мынау былай болған. Осы кейін кезде ғана мынау хандар туралы фильмде бір адам сияқты киіммен шығып жатыр актерларымыз. Түк көтермейтін нәрсе жасап қойды ғой. Өткен кездегі біздің өміріміз, даже оны алысқа кетпейік. Мысалы, байлардың кезі 18-19 ғасырдағы біздің адамдардың киімге сөйлеуі, ұғымы қазіргі сөйлеп жүрген біз сияқтылардан әлдеқайда артық болған. Көрдіңіз бе? Соның бәрі қайдан шыққан? Алтайдан шыққан. Алтай. Нағыз киімді Алтай. Енді мен бір сұрақты Сапекеңе қояйын. Сапеке, мына жаңағы Ғарекең айтып тұрғандай көп нәрсе көмулі, көп нәрсе айқын болмағанын өзіңіз білесіз ғой. Соның ішінде қазақта шекара болмаған деген бір жаңсақ пікір қоғамдық санаға таңылып кетті. Өзіңіз бабалар ізімен деген арнайы экспедиция ұйымдастырып, осыны теріс екенін дәлелдеу жөнінде
көп жұмыстар жасадыңыз. Соның нәтижесі қандай? Жалпы осы бағыт жалғаса ма осы жобалар? Біздің көрші ел президенті бір журналистке жауап беріп жатыр екен. Сонда айтқаны: у казахов никогда не было государства, никогда не было границ деді. Содан кейін ойладым мен, мына кісі или әдейі провокация жасап отыр ма, или білмей жатыр ма. Одан кейін артынан мен енді күттім. Үкіметтің деңгейіне бір сондай бір қарсылық сөз болатын шығар, мүмкін ол кісі кешірім сұрайтын шығар, мен дұрыс айтпаппын бәледен деп. Ондай реакция болған жоқ. Қазақтың хандығының 550 жылдығын тойлап өттік. Өкінішке орай 2-3 қалада ғана болды. Бізде ол күллі Қазақстан бойынша өту керек еді. Өйткені 550 жылда бір-ақ рет өтіп отқан сондай бір көлемді мейрам. Ал енді біз 6 жылға шейін өмір сүре аламыз ба, сүрметі белгісіз. 2016 жылы мен ақтық отырдым. Ойладым, мен білуім керек. Қазақта шында да үкімет, мемлекет болды ма, болған жоқ па? Или біз қаңып жүрген бір тағы халықпыз ба? Соған жауап ретінде, міне 16 жылы мен бірінші Алтайдан бастадым. Территория ненің Монғолияның жері. Одан кейін өзіміздің мынау жібек жолын араладым. Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Қазақстан түгел. Одан кейін Европаны бастық. Міне 4 жылға кетті. Біз 40 елдің сыртында елде болдық. Әлде біздің баратын 20 шақты еліміз бар. Соның барлық елінде біздің бабаларымыздың ізі жатыр. Сол елдің тарихында, солардың мәдениетінде күллі барлық жағына да. Соның ішінде 20-ның сыртында елде біздің бабалар сол елдің тағында тұрған екен. Тағында. Сол елдерге құл болып барып, сол елдердің тағында тұрған. Ол не деген сөз? Ол біздің бабаларымыздың сондай Алтайдан шыққан батырғалық, жағында философ-ғалық, ойшыл-ғалық, жігерлі-ғалық, әлде 20 шақты елде боламыз. 60-70-ге тақау біз директі фильм жасадық. Біз әлде 2-3 жыл жүреміз. Бір шеті мынау Америкада болдым, сонда да мен туыстарым таптым. Оның дәлелі міне маған берген мынау 1000 жылдан асып кеткен Бойтұмар ма? Мынау мойынға ілетін. Тұмар, бойтұмар. Тұмар деп айтуға болады міне, майялар. Олар бізде туыс дейді. Өйткені олар Алтайдан шыққаны өздері біледі. Монғолияда мен тапқан міне мынау біздің бабаларымыздың қалған міне мыс дәуірінен келе жатыр міне. Ол не деген сөз? Значит, Алтайда біздің бабаларымыз мыс өндірген. Бабаларымыз құрғанда 10.000 жыл біздің заманымызға шейін сонда болған деген сөз. Ал енді жаңа Ғалекең айтып кетті. Алтынды енді сол кезінде ең жұқа фольга дейді. Сондайды істеп, содан кейін барып оларды нені қаптаған әртүрлі істеген нәрселерді. Енді жаңа мен айта кетейін. Бұна мені әдейі ала келдім. Мұнаның ішінде біз осы 3-4 жылдың ішінде тапқанымыз, дүние жүзінде тапқанымыз 20-ның сыртында карталар. Оның ішінде біреуі мынау Римде, мен Папа Римскийге біз қолымызда барып тапсырдық. Олар бізге қуанғаннан күллі секретный карталар түсіруге рұқсат берді. Одан кейін біз жағы Венецияда кітапты түсірдік. Одан кейін Францияда көп елдерде тапқан картамыз 20-ның сыртында. Соның ішінде бір карта бар, Великобритания табылған. Онда жазылады Кипчакский империя дейді. Ол кезінде Алтын Орда деген жоқ. Алтын Орда де орыстардың айтағатына ғой. Шетелде олар Кипчакский империя дейді. Өйткені барлық қыпшақ тілінде сөйлеген. Олар моңғол тілінде келіп сөйледі, артынан они растворились. Өйткені моңғолдардың саны көпесі 10%, басқасы қазақтар 90%. Олар біздің мәдениетімізді алды, тілімізді алды, дінімізді алды. Олар қазақ көп шыға келді. Бұл карталар қай кезеңдердің несінде түсірілген? Міне 1340 жылары. Міне 14 ғасыр. Жаңағы мынау қазақтың мында көрсетілген, мына енді телевизор көрсетілген білмеймін. Мында қазақтың хандығы түгел көрсетілген шекарасымен. Мұны салған шведтің картографы Страленберг дейді. Страленберг. Под Полтаваның түбінде ол тұтқынға түскен орыстарға. Содан кейін оны Тобольскіге жіберген. Тобольскіде 8 жылдың сыртында тұтқында болған. Сосын не істейді? Барғанда мынау қазақ хандығының несін шығарған картасы.
күллі границасымен міне мына түгел көрініп тұр. Бір шеті Алтай, шекарасын бәрі берген. бір шеті Алтай. Мемлекеттің болғандығына да, шекараның болғандығына да бір шеті Алтай, бір шеті мынау Иә. Каспийдің жоғары жағындағы Саксин деген қала, қазір Астрахань түбі. Міне оңтүстігі мынау неге күллі Қазақстанның жерін алып жатыр, Өзбекстан, Қырғызстанның жерін алып жатыр. Жоғарғы солтүстік жағы мынау кәдімгі Уралдыға асып кетті. Міне карта, міне официальный карта, сразу беріп жасаған. 1730 стелген. Нағыз дерек. Міне, сонда міне егер мысалы сіз сұрақ бердіңіз ғой Сәкенге, Сәкен қандай материалдар күшті? Мысалы осы қазақта мемлекет болған ба, шекарасы болған ба деген біреулер айтса шетелдің айта берсін. Мәселе біздің қазақтар айтып жүр. Қазақтар болғанда біздің маңдай алдық, қасқа маңдайлар айтып жүр. Бізде шекара болған жоқ, бізде мемлекет деген болған жоқ. Мысалы академик айтып жүр. Керексің атын айтып берейік. Үлкен өте үлкен ақын айтып жүр. Керексің атын айтып берейін. Бізде қазақтар шекара болған жоқ, шекара болуы мүмкін емес, бұлай бәрі шартты, условно деп. Көрдіңіз бе? Сонда сіз мынаны қараңызшы, мына кісі міне бәрін осылай түсіндіріп отыр ғой. Енді сіз мынаны қараңыз. Эпос деген бар ғой, эпос. Сонда эпос деген мемлекеттік сана, мемлекеттің көркем санасы, Нұртөре, эпос деген. Эпостағы батырлар сонда шекараны күзетпегенде атаның басын соғысып жүр ме? Батырлар. Бізде батырлар жүр көп. Сонда олар кіммен, не үшін соғысып жүр? Бетелден бетел соғысып жүр ме? Олар шекараны күзетіп, соны мемлекетті сақтап соғысып жүр. Сіз қараңыз, біз айтамыз Александр Македонский дейміз, оны айтамыз. Александр Македонский тоқтатқан Шу батырды айтпаймыз. Александр Македонский тоқтатқан осы Шу батыр осындағы. Соқтан біздің батырлар жырын қарайтын болсаңыз, өзі мемлекетіңіз бәрі сонда сайрап шығып тұр. Баяғыда атанмаған батырлар жырын оқытып отырады. Соң қате кетіп қалам ғой, түзетіп отырады. Сөйтсем олар жатқа біледі. Кім үшін оқытып отыр? Мен үшін оқытып отыр. Маған анау сіне берсін, елдік сана, мемлекет болған, батырлар болған, батырлар елді қорғаған, елден сақтап қалған, осыдан кейін болғамыз дегенді маған сіңдіру. Міне осы мәселені біз қазір сіңдірмегеннен кейін біздің белгілі академигіміз айтады, жоқ, Маркста ондай болған жоқ, мемлекетті Маркс айтқан, Маркстан басқа адам болмағандай. Не болмаса өзіміздің белгілі ақынымыз орыс тілінде жазатын айтады, ол граница деген ол болған жоқ, еткен жоқ деп. Тәуелсіз сана, тәуелсіз ойлау деген мәселе қазір Нұреке проблема үлкен. Үлкен мәселе. Қазір 14 миллион таза қазақ бар Қазақстанда. Соның 14 миллионның, мен сізге айтайын, бір 5-6 миллионы мүлдем басқаша ойлайды. Олар болмаған. Қазақта туалет болмаған. Ана күні бір профессор, қазақтың профессоры айтады, сайрап тұр. Қазақта туалет болмаған. Монша болмаған. Соны әңгіме қып тұр, әңгіме қып. Соны ар жағында енді ол туалет болмаса, әңгіме қалай? Мемлекет болмаған. Шекара болмаған, далада жүрген. Ал енді мынау үлкен дүние жүзіндегі 9-шы орын алып жатқан жерді алып қалғандағы біздің санамыз қандай болды дегенді, оны ойламайды. Сол үшін не керек? Сол үшін Алтайды айту керек. Сол үшін Алтайды туған аңыздарды айту керек, жырларды айту керек. Сондықтан өзіміздің осы Алтайдан шыққан ақын жазушылар, жыршылар соларды оқу керек. Қорқытты оқу керек. Дана Қорқытты. Қорқыттың кім екенін білу керек. Ол не айтқанын білу керек. Мысалы, Қорқыттың айтқанын мен сізге айтып берейін, Сәке. Қорқыт 8-9 ғасырда өмір философиясын айтты. Философия жизни дейді. Философия существования дегенді айтты. Так соны 19 ғасырда Европа сол кезде ғылым көп шығарды. Экзистенциализм көп, Ницше философия жизни көп. Біз қашан оны проблема қойдық? Біз баяғыда қойғанбыз ол проблема. И сол проблема біз өмір сүргенбіз. Сонымен келгенбіз. Сондай мықты болғаннан кейін, біздің сүйегіміз асыл болғаннан кейін, қиналған кезде, қырылған кезде, әбден тапталған кездің өзінде де осындай жерге ие болып қалдық. Осындай 9-шы орын алатын жерге ие болып қалғанда мен ойлаймын, бұл қазақтың бір ғой жығылып жатса да, сүрініп жатса да, өзінің жерін ешкімге ақыры берген жоқ. Бәрекелді. Енді жалпы мынау енді айтылған әңгімеден, мына табылған мұрағаттардан көретініміз, соңғы 3 жылдың өзінде осы Алтайдан 20 мыңнан астам біздің артефакттар табылған екен. Осы кейінгі тәуелсіздіктің тұсындағы біздің ғалымдарымыздың зерттеуінде. Сондықтан өте құнды байлық. Бұрынғысын айтыңыз, доктор. Ол бұрын көміліп жатқан, тоналған. Мен сізге айтайын, Нұреке, кешіңізші. Мына шетелге барғанда
Эрмитажға, Лондонға барғанда тағы бір не, Германияға барғанда тағы не бір атақты, Францияға барғанда тағы бір атақтар бар ғой. Кірдім де тұрып түкіріп шығып кеттім. Бәрі ұрланған. Бүкіл дүниежүзін ұрлап өздері көрсетіп отыр. Ішінде біздің де архивактар жатыр. Тон алған ғой, біз тон алғанбыз. Тон алып, әлгі сіздің 20 мың дегеніңіз кейін табылып отқан нәрселер болады. Енді бізге берілген уақытта мәресіне жетіп қалыпты. Студиямызға келіп, парасатты, байсалды әңгімелеріңізді айтып, тұшымды дүниелерді ортаға салғандарыңызға, ой бөліскендеріңізге алғыс айтамын. Бабалар салған ізді жалғастыратын саналы ұрпақтарымыз көп болсын. Жүздескенше амандықта болайық. Жақсы.